Түркістан облысы Жетісай қаласы Максимовка атындағы өнер гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7-ші сынып оқушысы Бақыргер Қызылбай. Секция этнография. Жетекшісі Гүлзия Нұрсәуле. Ер болған бесік бесігінде түседі. Мұхтар Әуезов. Бүгінгі ғылыми жобаның тақырыбы бесік киелі зат. Жобаға кіріспеге тоқталатын болсақ, жобаның мақсаты бесіктің маңыздылығы жайлы түсінігі қалыптастыру. Өзектігі. Бесіктің маңыздылығы жайлы біз бесікті қолдана отырып оның маңыздылығын, қасиетін, пайдасын түсінеміз. Зерттеу кезеңдері: ақпарат жинақтау, материалдарды жүйелеп жоспарлау, зерттеу жүргізу, қорытынды шығару. Міндеттері: бесіктің қасиетін анықтау, құбылыстармен таныстыру, жасалу жолымен таныстыру, ырым тыйым сөздермен танысу. Теориялық бөлімге тоқталатын болсақ, бесіктің құрылысы: бесік 9 құрылымнан тұрады. Белағаш, бөген, жорға, бөген, сираға, тақтай, сабау, жақтау. Бесіктің жабдықтары: құс төсек, жастық, тартпабау, тізе жастық, бесік көрпе және де жөргек. Зерттеу бөлімдері: менің зерттеуім бойынша, мен бесіктің дүкенге барып, сатушыдан сұхбат алдым. Оны берген ақпаратымен мен өзімнің бесігімді зерттедім. Әжем маған бесікке баланы қалай көшіру керектігін үйретті. Мен мектептегі 34 сөздің сұхбат алдым. Мен оларға бесік жайлы 4 сұрақ қойдым. Ең бірінші сұрағым: үйіңізде бесік бар ма дегенімде 26 ұстаз бар, 8 ұстаз жоқ деп жауап берді. Балаңызды немесе немереңізді бесікке салдыңыз ба дегенімде 26 ұстаз салдым, 8 ұстаз салмадым деп жауап берді. Бесікке салған дұрыс па немесе зиян ба дегенде 29 ұстаз дұрыс, 5 ұстаз зиян деп жауап берді. Бесік жайлы ақпаратыңызды бөлісе аласыз ба дегенде 30 ұстаз ақпаратымен бөлісіп, 4 ұстаз бөлісе алмады. Өйткені біздің мектеп қазақ орыс мектеп болып білінетіндіктен бізде орыс сөздер де бар. Олардың бесік жайлы ақпараттары аз. Менің ұсынысым: төрінде бесігі жоқ, төреде бас ет дейді біздің халық. Ал Бауыржан Момышұлы бесігі жоқ деп қорқамын деген екен. Талай батырлар мен ғалымдар бөлінген тал бесігіміз әрбір қазақтың шаңырағында Нұрай, тоқтаңыз. Бесік туралы біз оңтүстікте тұрамыз ғой, бесік туралы жақсы білеміз. Барлығымыз бесікке көкеміз саламыз. Бесіктің зиян жағын айтыңызшы, мен білейін. Бесіктің зиян жағы жоқ, өйткені біздің бала батырларымыз бесікке жатып өскен. Олар дәл қазіргі уақытта батыр болып, өздерінің елдерін қорғаған. Бесіктің менің ойымша зияны жоқ деп ойлаймын. Бір зиянды жеріне бармайтын, пайдасын бәрін білеміз. Зиян жағын да білу керек. Зиян жағы: бала егер баланың барлық жерін қамтып қойсаңыздар, балалар өзінің ойларын дұрыс жеткізе алмайды деп ойлаймын. Олар өздеріне қысылып қалады деп ойлаймын. Уақытылы